Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Тлюбаев Еркебұлан. Бүгін өте жақсы керемет күннің сәті келіп тұр. Мен көп болды бұл видеоға шықпағалы, YouTube каналымды қайтадан қосып жатырмын. Ең басты себептердің бірі, мен жаңа жоба, жаңа бизнес, жаңа компанияға тіркеліп жұмыс жасауға бел буып шешім қабылдап жатырмын. Бұл қандай компания десеңіздер, бұл Қазақстанның компаниясы, аты Marina Health компаниясы. Бұл компанияға мен тіркелер алдында анам продуктілерін ұсынған. Продуктілер өте керемет, отзывтарын бәрін интернет арқылы тексеріп қарасам, бұл компанияның продуктілері Япония зауыттарынан шығады. Ол зауыттарды қарап шықсам, ол зауыттардың 100 жылдық тарихы бар. Әлем фармакологиялық әлем несінде, ең беделді университеттер, институттар бұл компанияның зерттеген нелері өте көп. Жалпы компанияның продуктілер туралы басқа видеолар түсіріледі. Жалпы қазіргі менің мына видеоның басты мақсаты өзімді таныстыра кету, және де бұл компанияға қалай келдім, не себепті бұл компаниямен жұмыс жасаймын, арғарата дамытуға шешім қабылдадым. Ең бірінші мәселе бұл қазақстандық компания. Бұл Қазақстанда тіркелген заңды компания. Бұл компанияны құрған Арман Тоқсанбаев деген өте беделді жас миллионер. Бұл кісіні тоқтала кететін болсақ, бұл кісі өте жан-жақты жас маман болғандықтан мен өзіме сондай бір цель қойдым. Сол адамдармен бірге осы компаниямен жұмыс жасай арқылы сол адамдардың кругына жету мақсат қойдым. Себебі бұл қазір Қазақстанның экономикасын, Қазақстанның несін беделін көтеру жастардың қолында. Енді өзімді сол окружениеге жету үшін өзіме мақсат қойғандықтан осы компанияны таңдап отырмын. Себебі мен Арман Тоқсанбаевты жалпы Marina Health емес, басқа да жобалардан да көріп жүрдім. Себебі мен өзім Қазақстанға оралған кезде, Қазақстанда қандай бизнесмен айналысам деген кезде, микрозелен деген бизнес идея келген. Онымен микрозелен жұмыс жасау үшін нешеттің енді көптеген зерттеулер өзім жүргізген кезде, осы Арман Тоқсанбаевтың да бір проектілерінде франшизалары бар. Осы не істеген кезде сол жағынан құлағыма қағыс болды. Және де Марғұлан Сейсенбай ағамыздың шәкірті, оның менде осы Марғұлан Сейсенбайдың шәкірті болуына, болмаса соның обучениесіне өзімде бір ниеттеніп, қаражаттарымды жинастырып, сол бағытқа ұмтылысым барды. Сол себепті мен сол айналада жүрген кісіні көріп, сосын осы кісіма бұл компанияны құрған деген кезде мен мәссаған, бұл өте керемет дүние екен. Сол кезде естідім. Мен осы әрекетсе бір айға жеткен жоқ. Бұл информацияны, бұл компания туралы білгеніме қатты риза болдым. И сол компания қатты кіргім келді. Бірақ қалай бастасам, кімге тіркелсем, қай жағынан болсам екен деген сияқты мағлұматтарды іздеген кезде мен Жадыра ханымды көріп қалдым. Жадыра ханым бұл компанияда, кешіріңіздер, айта кетейік, осы кеше 7 майда Ташкент қаласында, Өзбекстан елінде Ташкент қаласында Marina Health Group компаниясының құрылғанына 3 жылдық мерейтойын атап өтті. Сол программада менің спонсорым, наставник дейді, сол кісі чек номер 1 топтың ішінде. Бұл кісі, бұл топ-лидер, именно Жадыра ханым. Жадыра ханым туралы сәл қысқаша айтсам, ол кісімен 2017 жылдан бері басқа да проектілерден таныспын жекелей. Сол кездерде жолығып, сол кісіні мен уже сол кісіні көрген кезде, сол компанияда топ-лидер болып жұмыс жасап жүрген кезде мен тағы да екінші рет таңғалдым. Себебі ол кісі өте лидер MLM системасында, алдыңғы қатарлардың мен өзіме қойған сол адамдар былай жалпы көрумен, танысудың арқасында мен сол кісілермен жетістіктеріне менде жеткім келді. Сол себептен сол кісімен мен ойланым, қалай жолықсам екен деген десе, ол мені тұрып атқан Алания елді мекенінің қасында,
осы жерде біз көрші болып шықтық. Оны мына ораза айында бір ауызашарларда мен досымның кездесуінде ауызашарында мен сол кісіні көріп қалғаннан кейін сол досыммен айтқам таныстыр деп. Сол досым екеуміз кездесіп жеке суадамен бұрынғы 2017 жылғы мәселелерді, сол проекттерді еске алып біраз әңгіме құрғанбыз. Сол кезде мен айтқам, Marina Helps Group'пен жалпы бизнес құрып қалай жұмыс жасауға болады деген кезде мен ол кісі полностью маған обучениесін, стратегиясын, қалай жұмыс жасау керек, осындай деп. Именно бизнес жағынан өте қатты ұнады. Бизнес планы өте керемет. Бұл компанияның алға қойған мақсаттары өте жоғары, глобально деуге болады. Топ MLM компанияның 50 топына кіру ол ең бірінші мақсаттары. Одан кейінгі дорожная картасы, құрылған полностью графиктері, каждый нелермен, ішіндегі сайтының өте керемет сапалылығы. Себебі Арман Тоқсанбаев өзі мамандығы жалпы бұрыннан қалыптасып қалған, ол IT направление болғаннан кейін сайт өте сапалы жасалынған, өте ыңғайлы. Маған именно сайттың іші бэк-офис қатты ұнады. Екіншіден именно сол бизнесте құрылған кездегі компанияның берілген мүмкіндіктері, пассивный доход деген дүние қайда көп компанияларда жоқ. Себебі ол қалай істелінеді? Мысалы, пассивный доходтар тек қана консалтинговый компания или компаниялар под управлением капитала, сондай компанияларда көбінесе беріледі. И то ол сенің өзіңнің қаражатың салып под управление берген кезде саған ежемесячно, ай сайын саған неңді беріп отыр. Бұл жерде компания қалай істелінген? Сен определенный өзіңнің бір жұмысыңды, ісіңді атқарып, бір уровеньге жеткеннен кейін компания контракт бойынша заңды түрде саған зарплата сияқты не тағайындайды. То есть сен сол дәрежеге жеттің, және де компанияға еңбегін сіңірдің деген мәселе бойынша 1 жыл, 6 ай, 3 жыл, 36 ай, мысалға 4 жылға дейін сондай ұйымдастырылған. Сондай мен енді жаңағы Жадыра ханым сөйлескен кезде, мысалға, сіз қазір осы уровеньге келдіңіз. Қазір сіз осындай белестесіз. Сіз қаншалықты уақыттың ішінде сіз осы уровеньге келдіңіз деген кезде, ол полностью өзінің методикасын маған түсіндіріп айтып дегеннен кейін, оны копировать ету, қарапайым мен сияқты жаңадан келіп құруға мүмкіндіктері оңай, да, мысалға, обучение жағынан. Мен де копировать ете аламын, оны қайталап істей аламын. Басқа да кез келген адамда қайталап істей алады. Өте жеңіл жолын көрсетіп, сол кісімен тіркеліп, досым екеуміз Аян дейтін, именно мен досым сол неге именно өзінің стратегиясы бойынша, Аян, мен өзіміз келісіп, сол неге Жадыра ханымның несіне, личнигіне біз жазылғанбыз. Енді жалпы компанияның именно ең басты себептерінің бірі. Екінші, Қазақстанның компаниясы. Енді Қазақстанға үлесімізді қосу, мен өзім басты борышым деп есептеймін. Жалпы қазір Қазақстан жаңа уақытпен, жаңа көзқарастармен айтуға болады, қайта бағыт алды деуге болады. Енді соған орай өзімде сондай бір жаңа компаниямен неге жұмыс жасамасқа. Компания 2019 жылы құрылып жұмыс жасап келе жатыр. 3 жыл ғана статистика бойынша бұл компания 3 жыл деген бұл компания енді шығып келе жатыр. Официально бұл компания уже 8 елдерде жұмыс жасай бастады. Оның списогін компания неге кабинетке кірсеңіз, оларды көруге болады. И енді тағы қатты ұнаған мәселесі, компанияның өзінің школасы бар. Сіз бұл компанияға тіркелгеннен кейін тіркелдіңіз, сосын сізге отдельный академия ашылады. Сол жерде бүкіл материал, видео материал, қалай жүргізу керек, келісім шарттар қалай құру керек, адамдармен кездесу, бүкіл пошаговый бәрі дайын тұр, да. Именно школасы бөлек как приложение, да, мобильный приложение. Ішіне кіресіз, видеоны қарайсыз, ол видеоны қарап бітіргеннен кейін тест болады. Ол тестті сіз тапсырасыз. Сіз тапсырған кезде ол жерде бағалайды сізді.
және де қайталап отырасыз. Келесі тапсырманы сіз өте алмайсыз. Мына тапсырманы, мына видеоны қарап шығып, тестті сіз дұрыс 5 неге тестті өтпей, келесі неге өте алмайсыз. То есть бәрі сөйтіп өте керемет ұйымдастырылған. То есть получается сіз мына неге болғаннан кейін уже маман болып шығасыз. Соңында бүкіл обучение өткеннен кейін сізге сертификат береді, что сіз специалист болып шықтыңыз деген. То есть уже дайын да бәрі. То есть ешқандай ненің қиындығы жоқ. И бұл тіркелген кезде бір определенный ақша төлеуден қажет жоқ. Сол өзіңіздің алған товарыңызды өзіңіз ішесіз. Мен бұл компанияға именно бизнес қатты ұнады. Әрине продуктілер де маған қажет. Бұл продуктілердің қандай тиімділігін басқа видеоблогтарда мен сіздерге болып түсіндіремін. Так, 10 минуттан асып барады, енді барымша именно 10 минутқа жеткізіп осындай айта кеткім келгені. Үлкен рахмет уақыттарыңызды бөліп соңына дейін тыңдағандарыңызға. Бұл ең алғашқы видео, бастапқы. Енді келесі видеоларда бұйырса именно компанияның маркетингі, компанияның бағыты, компанияның продуктлерін әрқайсысына тоқтала кетіп, қалай бизнес жасау керек. Құдай қаласа, Жадыра ханыммен де интервьюлер құруға